Жүкті келіншекке ораза ұстауға бола ма? Жүктілік кезінде көптеген келіншектерде жүктілікке дейін еш мазаламаған жүрек, бауыр, бүйрек аурулары мазалай бастайды. Оның бірден бір себебі ол жүктілік кезінде әйелдің ағзасына түсетін нагрузка. Өйткені жүктілікке дейін сіздің ағзаңыз тек қана сіздің өмір сүруіңізді қамтамасыз ету үшін жұмыс жасайтын болса, жүктілік кезінде ол тағы бір адамның өмір сүруі үшін жұмыс жасайды. Одан бөлек көптеген келіншектер жүктілікке ешбір дайындықсыз келіп жатады. Мысалға анемия, қаназдық деп жатамыз. Жүктілік кезінде қосымша түсетін нагрузка бар. Оған қоса сіз ораза кезінде тамақтан, судан өзіңізді тыятын болсаңыз, бұның барлығы сіздің ағзаңызға қосымша нагрузка болып табылуы мүмкін. Одан бөлек қай келіншек жүктілік кезінде нутрициологпен ақылдасып, өзінің рационын құрып дұрыс тамақтанып жүр деп ойлайсыз? Көптеген адамдар жеңіл ыдырайтын көмірсуларды, яғни углеводтарды тұтынады. Олардың бір үлкен минусы, сіз жеңіл ыдырайтын углеводты қолданған кезде бірнеше сағаттан кейін сіздің ағзаңыздағы қанттың, глюкозаның концентрациясы өте тез жоғарылайды да бірнеше